Баршаңызға сәлем. Бүгін құлпынай тосабын қайнатамыз. Алдымен жемістерімізді жапырағымен бірге терең ыдыста жақсылап жуамыз. Жуып болғаннан соң душылаққа аударып, суын сарқылтып аламыз. Содан кейін жемістерді жапырағынан тазартамыз. 1 келі тазартылған құлпынайға 500 грамм құмшекер қосамыз. Майда жемістерді бүтіндей, ал ірілерін 2 немесе 3-ке бөліп, ыдыстың табанына саламыз. Жемістердің бірінші қатары құмшекер ыдыстың табанына түспейтіндей толық жауып тұру керек. Әйтпесе отқа қойғанда құмшекер күйіп кетуі мүмкін. Бірінші қатар жемістер, екінші қатар құмшекер, тағы да жемістер. Содан соң құмшекер ретімен ыдысқа салып, 2 сағатқа жемістеріміздің сөлі шыққанша қойып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін жемістерді қатты араластырмай, жай ғана қозғап қайнағанша дейін өте жай отта ұстаймыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып, бірнеше сағатқа немесе ертеңге дейін суытып қоямыз. Ертеңнен жемістеріміз суыған, сироп сіңген, енді толық дайындауға кірісеміз. Тағы да өте жай отта жемістер езіліп кетпейтіндей жай араластырып қайнатамыз. Қайнаған соң тағы да 3 минуттай отта ұстаймыз. Дайын болған тосабымызды залалсыздандырылған банкілерге құйып, қақпақтарымен жауып, төңкеріп, бетін жауып 40 минутқа қоямыз. Тосабымыз дайын. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет.